Қайырлы күн, математикалық сауаттылықтағы ықтималдықтар теориясына тоқталатын боламыз. Бүгінгі тақырып ықтималдықтар теориясы. Жалпы ықтималдықтар теориясында біз білу керек негізгі ереже, ол өзінің анықтамасы бар, былайша айтқанда классикалық анықтамасы, ол бізге керек жағдайларды жалпы жағдайларға бөлу. Былайша айтқанда n деген керек жағдайлардың саны, n деп отқан жалпы жағдайлардың саны. Біз осыны ықтималдықтың классикалық анықтамасы деп атаймыз. Және біз білуіміз керек тағы негізгі ереже, ықтималдықтар әрқашан 0 мен 1-дің арасында жатады. Яғни ол 0 де мүмкін болады, бірақ 1-ден асып кетпеу керек. Сонымен қатар біз білу керек тағы бір басты нәрсе, бізде ықтималдықты тапқан кезде ақиқат оқиға және жалған оқиға деген болады. Былайша айтқанда, ақиқат оқиға деп тұрғанымыз атайып тұрғандай, ол орындалатын, яғни 100% болатын оқиға. Жалған оқиға дегеніміз, мысалы, өтірік. Мысалы, былай айтсақ болады, жалған оқиға деп, мысалы, Марста өмір бар деген сияқты айтсам, ол жалған оқиға болады. Яғни біреуі орындалатын, былайша айтқанда ақиқат оқиға, енді екіншісі жалған оқиға. Және бұл екі оқиғаның қосындысы әрқашан бірге тең. Былайша айтқанда ықтималдықтың, яғни ақиқат оқиғаға жалған оқиғаны қосқан кезде, ол бізде бірге тең болады. Бұл бізде қазір есеп шығарған кезде қолданылады. Мысалы, мынандай есептер болады. Нысанаға тигізу ықтималдылығы 0,7 деп келеді. Онда тигізбеу ықтималдылығы, яғни жалған оқиғасы 0,3-те, яғни екеуін қосқан кезде 1 шығу керек дейміз. Сондай есептер болады, сол кезде бізге керек болады. Енді бірінші есепті қарастырсақ, жәшікте жалпы 36 шар бар. Яғни бізде n-нің мәні белгілі, ол 36-ға тең. Себебі есепте нақты айтып тұр, жәшікте 36 шар бар деп. Енді оның 14-і ақ, 4-і көк. Енді осыны есепте қояйық. 14-ке 4-ті қосып аламын. Енді 18 шықты. Ары қарай қалған қызыл дейді. Енді жалпы шар бар ғой, жалпы шардан 36-тан 18-ді алып тастаймын. Онда менде 18 шықты. Мына шыққан 18 менде қызыл шар. Бізге бұл керек. Енді кездейсоқ алынған шардың қызыл шар болу ықтималдылығы. Міне, біз 18 екен таптық. Ары қарай жай ғана есептейміз. Яғни А деген оқиғаның ықтималдылығы n-ді n-ге бөл. Біздің жағдайда 18 деген санды жалпы тұрған 36-ға бөлу керек. Енді екеуі қысқарады, шығады 1 бөлінген 2 немесе 0,5. Есепте 2-ден 1 деп берілуі мүмкін жауабы, немесе 0,5 деп берілуі мүмкін. Сонда есебіміздің жауабы 0,5-ке тең деген сөз. Келесі есепті қарастырайық. Тиын ақша 3 рет лақтырылды. Оның елтаңба жағының кем дегенде 2 рет түсу ықтималдығын тап деп тұр. Және де бізде жауаптар берілген. Енді біз бұл жерде түсіну керек, тиын болғаннан кейін ода 2 жақ болды. Яғни елтаңба деген жағы бар. Елтаңба түсетін жағы бар. Және сан түсетін жағы бар. Сондықтан ода 2 жағы бар. Және мен оны 3 рет лақтырып отырмын. Былайша айтқанда 2-нің 3 дәрежесі деп қарастырам. Бұл бізде 8-ге тең. Бұл 8 деп отқаным жалпы жағдайлардың саны. Яғни n-нің мәні 8-ге тең. Енді осы 8 қайдан шықты? Соған тоқталайық. Бірінші жағдай. Мен тиынды 3 рет лақтырғандықтан, бірінші жағдай былай болсын. Бірыңғай елтаңба түссе. Яғни үшеуінде де елтаңба түсуі мүмкін. Бұл сондай жағдай. Екінші жағдай. Үшеуінде де бірыңғай сан түсуі мүмкін. Үшінші жағдай бар. 1 рет елтаңба түсіп, 2 рет сан түсуі. Енді бұл жерде орындар ауыстырылады ғой. Мысалы, 4-ші жағдай, бірінші лақтырғанда сан түсіп, екінші лақтырғанда елтаңба түсіп, үшінші лақтырғанда сан түсуі мүмкін. 5-ші жағдай. Менде енді бірінші лақтырған кезде сан түсіп қалуы мүмкін, екінші лақтырғанда сан түсуі мүмкін, үшіншісінде барып елтаңба түсуі мүмкін. Ары қарай, 6-ші жағдай қарастырдық біз бұнда 2 рет сан түсетін жағдай. Енді 2 рет елтаңба түсетін жағдай бар. Елтаңба, одан кейін сан түсуі мүмкін. 7-ші жағдай. Бізде бұлай болуы мүмкін, елтаңба бірінші түседі, одан кейін сан түседі,
ары қарай қайтадан елтаңба түседі. Соңғы жағдай бізде бірінші сан түсіп, одан кейінгі екеуі, яғни елтаңба болуы мүмкін. Міне 8 жағдай. Осы 8 жағдай мынадан шығып тұр. n тең 8 дегеннен. Енді бізге керегі m-нің мәні. m деп отқан керек жағдайлар. Бізде не деді? Бізде елтаңба жағының кем дегенде 2 рет түсу ықтималдылығын тап деп тұр. Кем дегенде 2 рет. Яғни елтаңба деп түсетін жағдайларды қарастыр деп тұр. Енді кем дегенде 2 рет деген сөз, ол 3 ретте елтаңба бола алады. Мына жағдай жатуы мүмкін. Біз оны басқа түспен көрсетейік. Мына жағдай болуы мүмкін, бірінші жағдай. Үшеуі де елтаңба болса, ол кем дегенде 2 рет дегенге кіреді. Ары қарай мыналардың бәрін алмаймыз. Мынаны алмаймын. Ол жерде елтаңба бір-ақ рет. Енді елтаңбаның тағы да түсетін 2 реті мына жерде бар, және мына жерде бар. Сонда m-нің мәні 4-ке тең деген сөз. Ары қарай біз білетін дайын формулаға қоя саламыз. P тең m-ді n-ға бөлеміз. Яғни 4-ті 8-ге бөлеміз. Енді шығады 1 бөлінген 2 немесе 0,5. Есептің жауабы 0,5-ге тең деген сөз. Келесі есепті қарастырсақ. Келесі есеп. Лақтырылған екі ойын сүйегінің жақтарындағы цифрлардың қосындысы 11 болуының ықтималдылығын тап деп тұр. Енді бізде екі ойын сүйегі деп тұр. Жалпы ойын сүйегі дегеніміз не? Соған қатысты тоқталып кетейік. Ойын сүйегі деп тұрған ол біздегі кубик. Кубикте бізде 6 жақ болады, яғни кәдімгі кубикте немесе нардының лақтыратын қастары бар ғой, ол жерде 6 сан болады. Енді екі ойын сүйегі деген сөз былай. Мысалы, бірінші ойын сүйегі болсын, мынау 1 деп қойайын. Екіншісін екінші ойын сүйегі деп алайын. Енді бірінші ойын сүйегінің өзінде 6 жағдай бар. 1 деген сан, 2 деген сан, 3 деген сан, 4 деген, 5 деген, 6 деген. Тура солайынан екіншісінде де тура сол 6 жағдай бар. Яғни олда 1 түсуі мүмкін, 2 түсуі мүмкін, 3 түсуі мүмкін, 4 болуы мүмкін, 5 және 6. Енді біз бұны не үшін жаздық? Бізге қазір жалпы қанша жағдай бар, соны табу керек. Енді қарайық. Бізде мына жақта мынандай нәрсе бар. Мысалы, мына жерде 1 деген сан түссе, бірінші ойын сүйегінен 1 деген сан түссе, бұл 1 мен екінші ойын сүйегіндегі 1 деген сан түсуі мүмкін. Мына 2 түсуі мүмкін. Мына 3 түсуі мүмкін. Былайша айтқанда, мына тұрған сандардың барлығы түсалады. Осы 1-дің өзімен ғана. Бұл дегеніміз нені білдіреді? 1 санның өзіне 6 жағдай түсалады деген сөз. Тура солайынан мен 2-ге орындасам, 2-де де тура солай. 2-ге 1 түсуі мүмкін, 2-ге 2 түсуі мүмкін, 2-ге барып мына тұрған 3 түсуі мүмкін. Былайша айтқанда, каждый әрбір санға 6 жағдай бар. Яғни мен енді тапқан кезде 2 ойын сүйегінде 6-ны 6-ға көбейтемін. 36 жағдай бар. Енді егер 3 ойын сүйегі десе, 6-ны 3 рет көбейтемін, ол жерде 216 жағдай болады. Енді маған не деп тұр? Маған m-ді табу керек. M-ді қалай табамын? Қосынды 11 болу ықтималдығын тап деп тұр. Енді бірінші ойын сүйегінде 6 жағдай бар, екінші ойын сүйегінде де 6 жағдай бар. Осы жерде қосындысы 11 болатын, бізде 2 жағдай бар. Ол 5 пен 6-ны қоссам, міне бірінші жағдай. Және 6 мен 5-ті қоссам, екінші жағдай. Осы жағдайларда ғана мен 11 деген санды аламын. Басқа жағдайларда 11-ді алмаймын. Мысалы, 7 мен 4 десем, 7 деген сан жоқ. Сонда m-нің мәні біздің жағдайда 2-ге тең болады. Онда тура осы мәлімет бойынша ықтималдылықты таба саламыз. Яғни m-ді n-ге бөлем. Сонда 2-ні 36-ға бөлем. Жалпы 36 жағдай бар. Соның екеуінде қосынды 11-ге тең болады. Қысқартам, 1 бөлінген 18. Сонымен есептің жауабы 1 бөлінген 18 болады деген сөз. Келесі есеп. Тиын ақша 2 рет лақтырылды.
оның дәл бір рет сан жағымен түсу ықтималдығын тап деп тұр. Бұл жерде енді бағанағы есепке ұқсас 2 рет лақтырылды деп тұр. Біз білеміз, елтаңба және сан жағы бар, яғни 2 жағы бар, және ол 2 рет лақтырылып жатыр. Сонда 4 кетеді. Бұл 4 деп отқанымыз n-нің мәні. Жалпы 4 жағдай ғана бар дегенді білдіреді. Егер 2 рет лақтырылды десе 2-нің 2 дәрежесі, 3 рет десе 2-нің 3 дәрежесі, 4 рет деп берілсе 2-нің 4 дәрежесі, олай n-нің мәні шыға береді. Енді m-ді табайық. Яғни m бізге керек жағдайлар саны қанша? Алдымен бағанағыдай мынаны жазып шығайық. Бірінші жағдай, менде 2 рет лақтырылды ғой. 2 рет лақтырылса 4 жағдай бар. Ол елтаңба деп түсуі мүмкін. Екінші жағдай, сан деп түсуі мүмкін. Үшінші жағдай, бірінші рет елтаңба, екінші рет сан болуы мүмкін. Төртінші жағдай, бірінші рет сан, екінші рет елтаңба болуы мүмкін. Міне осы 4 жағдай бар. Осы жерде дәл бір рет сан жағымен түсу деп тұр. Сан жағымен бір рет түсетін жағдай, ол мына жағдайлар. Міне, мына екеуі. Елтаңба деген бізге жарамайды. Сан деген бізге жарамайды. Бізге дәл бір рет сан жағымен деп тұр. Дәл 2 рет деген жоқ. Дәл 2 рет десе сан деген жағдайды алатын едік. Ол бір-ақ жағдай. Ал бізде дәл бір рет деп тұр. Яғни бір рет елтаңба, бір рет сан. Міне бір рет сан деген тұр. Бір рет сан, бір рет елтаңба. Сонда 2 жағдай бар. m-нің мәні 2 кетеді. Онда орнына қояйық. Ықтималдықтың анықтамасы бойынша m-ді n-ге бөліп шығамыз. Онда 2-ні 4-ке бөлеміз. Қысқартып кетеді. 1 бөлінген 2 шығады. Немесе 0,5. Келесі мынандай есеп берілген. 5 карточкада JEMS, яғни жеңіс деген әріптер жазылған. Карточкаларды кездейсоқ бір-бірден алған кезде бізде жеңіс сөзінің шығу ықтималдығын тапып тұр. Мына жердегі 5 әріп бізде әртүрлі, яғни қайталанған әріп жоқ. Бұндай жағдайда есепті былай шығарамыз. Мысалы, Ж деген әріптің шығу ықтималдылығы ол 5 әріптің біреуі. 5 әріптің біреуі. Келесі, Е деген әріп қайдан шығады? Ол қалған 4 әріптің біреуі. Келесісі М, яғни Н деген әріп, ол 3 жағдайдың біреуі. Келесі Э деген әріп 2 жағдайдың біреуі. Келесі С деген әріп 1 жағдайдың біреуі. Осының бәрін көбейтіп шықсам, менде іздеп отқан ықтималдық шықты. Яғни Q, А деген ықтималдық тең осыған. Сонда мынаны есептесем, менде 1 бөлінген 120 шығады. Былайша айтқанда біздің ықтималдығымыз TA, А оқиғасының ықтималдығы 1 бөлінген 120-ға тең. Немесе біз оны былай шығара аламыз. Енді ең қарапайым жағдайы, біз бұны шығару үшін былай істесек болады. Мысалы, бізде жалпы жағдайларда мына жерге қарайық. Жеңіс деген сөз ол бір-ақ жағдайда шығады ғой, жеңіс сөзі шығады. Яғни бір-ақ жағдайда жеңіс деген сөз шығады. Ал жалпы жағдайды қайдан табамын? Мына 5 әріпті мен орындарын ауыстыратын 5 факториал әдісі бар. 5 факториалым болды, менде 120 алады. Соны жауап 120-дан 1. Сонымен есептің жауап шықты. Енді екінші тұрған есепке қарастырсақ, ол жерде қалай шығады? Енді ол жерге қарасақ, бізде қарта деген сөз бар. Осы қарта сөздің шығу ықтималдығын таптық тұр. Енді бұл жердегі есеп кішкене өзгереді. Яғни мен былай аламын. Біріншісі болсын. Енді екінші есепте былай шығарамыз. Қартада П деген әріп ол 5 әріптің біреуі. Ары қарай көбейтемін. Енді А деген бізде 4 әріп қалды. Бірақ та адам бізде екеу ғой. А деген әріппен екеу, сондықтан 4-тен 2 деп аламын. Көбейтем. 3 әріп қалады. Соның ішіндегі Р деген біреуі ғана. Көбейтем. 2 әріп қалады. Соның ішінде Т деген біреуі ғана. Көбейтем. 1 әріп қалады. Соның ішіндегі біреуі ғана. Осылай есептейміз. Енді 1 әріп қалды, ол А деген сөз ғой. Мына жақта 4 әріптен 2-еуі А деген сөз. Ары қарай есептеп шықсам, мына 2-ні қысқартып тастайын.
астын көбейтем, үстінде 1 қалды, астында 5, 4, 3-ті көбейтем. Сонда менде 60 шықты. Сонда ықтималдылығым қа деген оқиғаның ықтималдылығы 1/60 деген сөз. Немесе біз оны былай шығара аламыз. Картаға қатысты қанша жағдай бар? Жалпы карта деген сөздің шығатын жағдайы ол біреу ғана. Осылай жазып қойайын. Енді қарайық. Карта деген сөздің өзінен қанша жағдайда мен сөздерін алмастырып құрай аламын. Былайша айтқанда комбинаторикадағы формулаларды қалай қолдана аламын? Мынау қайталамалы алмастыру болғандықтан мен бұны былай істеймін. Жалпы 5 әріп бар, яғни 5 факториал деймін. Осыны қайталанған әріптерге бөлем. Қайталанған бізде 2 әріп, 2 факториалға бөлем. Енді осыны есептесем, мен былай жазамын. 2 факториал, мынаны 3, 4, 5 деп жазамын. Астына 2 факториалдың өзін жазамын. Мына 2 факториалдар қысқарып 3, 4, 5-ті көбейтетін болсам, менде как раз 60 шықты. Бұл 60 деп отқаным, ол жаңағы n-нің мәні. Сонда менде мына жақта 60 тұрады деген сөз. Сонда ықтималдылығым k тең 60-тан 1. Сонда мынандай есеп келген кезде егер әріптер қайталанбаса, қанша әріп бар? Соны 5-тен 1, мысалы 7 әріп болса 7-тен 1, 6-тан 1, 5-тен 1 деп көбейтіп шыға саламыз. Әріптер қайталанса, сол әріптерді осылай жазу керекпіз. Егер мына жолмен түсініксіз болса, алдымен жалпы жағдайларды алмастырулар санын тауып алып, одан кейін барып орнына қоя салсақ болды. Келесі есеп. Атқыштың нысанаға оқты тигізу ықтималдылығы 0,8-ге тең. Ол нысанаға 2 рет оқ атты. Атқыштың нысанаға оқты 2 рет дәл тигізу ықтималдылығын тап деп тұр. Мынау бізде бірінші есеп, екіншісі мына есеп. Екеуі бір-біріне ұқсайды. Енді бірінші есепті қарастырайық. Бізде нақты ықтималдылық беріліп тұр. 0,8-ге деп. Және 2 рет атап, екеуінде де тиді деп тұр. Онда мен бұның ықтималдылығын табу үшін былай жасайсам. А оқиғасының, яғни екеуінен де тию ықтималдылығы, ол жай ғана осы 0,8-ді 0,8-ге көбейткенге тең. Екеуін көбейтем, менде 0,64 деген жауап шықты. Ол есептің жауабы 0,64-ге тең. Бұл дәл тигізген жағдайы. Енді екінші есепті қарайық. Екінші есепті айтып тұр. Нысанаға дәл тигізу ықтималдылығы, яғни ақиқат оқиғасы 0,7-ге тең. Ол нысанаға 2 рет оқ атап, атқыштың нысанаға оқты бірде тигізбеу ықтималдылығы. Бұл жерде тигізбейді. Онда мен былай жасаймын. Жалған оқиғасы табам, ол 1-ден 0,7-ні алып тастаймыз, 0,3 шығады. Ары қарай екеуі де тигізбеді деп тұр ғой. Яғни А оқиғасының ықтималдылығы тең 2 рет осы санды көбейте салам. 0,3-ті 0,3-ке. Шығады менде 0,9. Сонымен есептің жауабы шықты. Яғни тигізбеу ықтималдығы 0,9-ға тең, тигізу ықтималдығы 0,64-ге тең. Кейде есепте былай сұрауы мүмкін. Біреуі тиеді, біреуі тимейді. Сол кездегі ықтималдығы қанша? Былайша айтқанда осы әдісті пайдаланып шығара беруге болады. Келесі есепті қарастырсақ, соңғы бір есепті қарастырсақ, қызыл, жасыл, көк, сары түсті шарлардың барлық саны 70. Қызылдан басқа шарлар саны 45, жасылдан басқа шарлар саны 50, көктерден басқа шарлар саны 55. Осы шарлардың ішінен кездейсоқ алынған шардың сары түсті болу ықтималдылығын тап деп. Енді былай жасайық. Қызылдан басқа деп тұр. Ол деген сөз қызылды табуға болады деген білдіреді. Қызылдың санын табайық. Енді былай түсіндіру. Жалпы қосынды 70-ге тең. Қызылдан басқасы 45. Онда мен 70-тен осы 45-ті алып тастасам, қызылдың саны шығады деген сөз. Ол бізде 25-ге тең. Қызылды тауып алдым. Жасылдан басқа дейді, яғни жасылды да таба аламын деген сөз. Жасылдан басқасы 50 дейді. Онда жалпы қосынды 70 қой. 70-тен осы 50-ді алып тастайым. Шығады менде 20. Бұл жасылдың саны. Ары қарай көктерден басқа, яғни көктен басқасы.
онда көпті табамын. Ол жалпы қосынды менде 70, 70-тен 55-ті алу керекпін деген сөз. Менде шығады 55-ті алып қосайтын болсам 15 шығады. Болды, үшеуін таптым. Енді мен мына жердегі сары жоқ қой бізде, сарын табу керекпін. Сарыны іздейік. Ол үшін мен былай жасаймын. 25-ті, 20-ны және 15-ті бір-біріне қосамын. Мыналарды қосып шығатын болсам, 45, 15, 60 шығады. Енді маған сарын табу үшін 70-тен осы 60-ты алсам болды. Шығады екен 10. Сонымен таптым. Барлық түстер бар. Бізде не сұрады? N-нің мәні керек. N-нің мәні жалпы 70 шар бар. Міне. Енді M-нің мәні керек. Бізде нені сұрапты? Кездейсоқ алынған шардың сары түсті болу депті. Сары түсті болса, сарының мәні сұрапты. Ол 10-ға деп. Ол орнына қоямыз. P, A тең M-ді N-ға бөлем. 10-ды 70-ке бөлем. Нөлдер кетеді, қалады 1 бөлінген 7. Сонымен есептің жауабы шықты. Ол 7-тен 1-ге тең екен. Кейде есепте бұлай сұрауы мүмкін. Сары түс болмау ықтималдылығы деп. Бізде қазір сары түсті болу ықтималдылығы деп сұрады ғой. Сары түс болмау десе, онда сарыны алып тастаймыз. Ондай жағдайда N-нің мәні 70 тұра береді. Ал M-нің мәні именно сарыны алып тастаймыз. Сарыны алып тастасақ, бізде одан басқа 60 шар қалды. Ол кезде уже ықтималдық өзгереді. PA тең біз уже 60-ты 70-ке бөлеміз де ол кезде. Сонда 6 бөлінген 7 деген жауап шығатын еді. Олай да есеп келуі мүмкін. Сондықтан ықтималдыққа қатысты есептерді шығарған кезде шартын дұрыстап түсіну керек. Соған қатысты есептеріміз шығатын болады.